Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін шет мемлекеттердегі әріптестерімнің құттықтау тілектеріне сөз кезегін берейік. Сәлем достар, сіздерге Колумбус қаласынан сәлем. Ohio штаты, Ohio State University'дің Workforce Development and Education Studies мамандығы бойынша болашақ бағдарламасымен дәл қазіргі сәтте магистратурада оқып жатырмын. Барлықтарыңызға осындай оқу орны бұйырсын деп тілеймін. Әріптесім Ұлан Мырзаның ашқан YouTube'тағы каналына қош келдіңіздер. Әрбір адамға мотивация қажет деп ойлаймын. Сондықтан мазмұндама қорынан шыққан кітаптарды Ұлан Мырзамен бірге оқып, талқылап, өздеріңізге мотивация алып, болашақта әр үлкен құрлықтардың үлкен университеттерінде сіздерді кезіктіруге нәсіп етсін. Інім Ұланға Египет Қызыл теңіздің жағалауынан жалынды сәлем. Ұлан, інім, саған деніңе саулық тілеймін, басыңа амандық. Үлкен жетістіктерге жете бер. Аман бол. Енді өздеріңіз әріптестерімнің маған арнайы құттықтау тілектерін тыңдадыңыздар. Сондықтан бұл жерде енді менің тарапынан алғыс айтпасам, бұл әрине дұрыс болмайды. Сондықтан құрметті әріптестер, сіздердің осындай әдемі тілектеріңізге көптен көп рахмет. Және де бұл видеоны сіздер үшін арнайы түсіріп отырмын. Және де осы орайда мен өзімнің мотивациялық сөздерімді айта кеткенді жөн көріп отырмын. Адамдарды шынайы қадірін біліп, жоғары бағалау Джон Рокфеллердің жетістікке жетуіне себеп болған негізгі қағидаларының бірі. Және де біз әрдайым мысалға өмірімізде ерекше сәт орын алатын болса, мына қағиданы ұмытпағанымыз жөн болар деп ойлаймын. Бұл жолды мен бір рет жүріп өтемін. Олай болса, қандай да бір жақсылық жасау керек болса, дәл қазір жасауыма мұрсат беріңіздер. Жасар жақсылығымды кейінге қалдыруға немесе көңіл бөлмеуге жол бермеңіздер. Өйткені мен бұл жолмен екінші рет жүрмеймін. Енді мына нәрсеге мән берейік. Эмерсон бұл туралы былай дейді: өмірімде кездескен әр адам менен жоғары. Сондықтан мен олардан үйрене беремін. Эмерсонның өзі осылай десе, сіз бен біз туралы не деуге болады? Көрсетер құрметіңіз шынайы әрі әділ болсын. Қайталап айтам, бұл ерекше қағида. Мән беріңіздерші. Көрсетер құрметіңіз шынайы әрі әділ болсын. Міндетті түрде ойларыңызды комментарийға жазыңыздар, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Және де арнама тіркелуді ұмытпасаңыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.